Балалар, біз қазір Арыс өзеніне бағыт алып бара жатырмыз. Бұл біздің өңіріміздегі ең маңызды табиғи су көздерінің бірі. Арыс өзені Сырдария өзеніне құятын ірі өзендердің бірі, және оның суы ауыл шаруашылығы үшін кеңінен қолданылады. Бұл өзен бастауын таулы аймақтардан алып, ұзақ жол жүріп, көптеген елді мекендер арқылы ағып өтеді. Өзен жағасында әр түрлі өсімдіктер өсіп, көптеген жануарлар мен құстар тіршілік етеді. Табиғатты қорғау үшін біз әр қашан тазалықты сақтап, өзенге ешқандай зиян келтірмеуіміз қажет. Жорық кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды, және су маңында әрдайым мұқият болу керек. Арыс өзені өңірдің экологиялық тепе-теңдігін сақтауда үлкен маңызға ие табиғи жүйе болып табылады. Сондықтан біз табиғатты қорғауды үйреніп, оны келешек ұрпаққа таза күйінде жеткізуіміз керек.